Ассаламу алейкум баршаға, қалайсыздар? Бүгін біз классикалық чизкейк Нью-Йоркті дайындаймыз. Бұл чизкейкті жақсы көрмейтін адам жоқ, сондықтан бірге дайындайық. Форманы аламыз, формаға қажетті фольга, осындай ыстырғыштар аламыз. Ең алдымен өзіңізде бар кез келген жай печеньені осылай блендердің көмегімен үгітіп аламыз. Үгітілген печеньені ыдысымызға саламыз. Сармайымызды микроволновкада ертіп аламыз. Үстінен құямыз. Сармай немесе маргарин қолдансаңыз болады. Сармайдың өзімен жасасаңыз өте дәмді шығады, үгітіліп тұрады. Осылай қолымызбен печенье мен майды жақсылап араластырамыз біркелкі болғанша. Енді алдын ала дайындалған формамызға осы печеньені салып, чизкейктің негізін дайындаймыз. Қолымыздың көмегімен чизкейктің негізін жасаймыз. Осылай жан-жағына бортиктарын шығарып аламыз алдымен. Дайындап болғасын морозильникке 15-20 минутке салып аламыз. Алдымен осылай қолымызбен бір реттеп аламыз. Содан кейін өзіңізге бір ыңғайлы ыдыспен немесе стаканның көмегімен осылай бастырып шығамыз. Бұл чизкейктің негізіне печеньені өзіңіз қолдан жасасаңыз болады. Келесі чизкейк түсірген видеода міндетті түрде көрсететін боламын. Бүгін біз дайын печеньемен жасап жатырмыз. Енді чизкейктің салмасын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен творожный сыр аламыз, оған қант ұнтағын қосамыз. Миксердің ең төменгі жылдамдығында жайлап араластырып аламыз біркелкі болғанша. Чизкейк жасауға қажетті заттардың өлшемі осы видеоның төменгі жағында жазылған. Миксермен ұзақ миксерлемейміз. Енді жұмыртқа саламыз. Содан кейін біркелкі болғанша бір миксерлеп жібереміз. Жүгері крахмалын қосамыз. Сливке қосамыз. 33%-дан жоғары болу керек міндетті түрде. Енді осының барлығын жайлап миксермен араластырамыз. Ұзақ араластыруға болмайды. Міне біздің салмамыз дайын. Лопатканың көмегімен бір араластырып жібереміз. Енді осы салмамызды бағана дайындап қойған негізіміздің үстінен саламыз. Бұл чизкейктің ерекшелігі сонда түрлендіріп жасай бересіз. Видео барысында айтатын боламын. Тура осы рецептпен тек қана салмасына 1,5 шай қасық фисташковая паста қоссаңыз, сізде фисташковый чизкейк болады. Лопатка көмегімен осылай салмамызды шет-шетіне жеткізіп, реттеп шығамыз. Қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Конвекциясыз конвекциямен кез келген пеште пісірсеңіз болады. Міне біздің чизкейкіміз дайын. Осылай алып шыққан кезде былқылдап тұрады, оған қорықпаймыз. Чизкейкті толық суытып, сосын бар формасынан шешеміз. Мен асығыс болғандықтан кішкене суытып, содан кейін бірден формасын шештім. Спатула немесе пышақтың көмегімен чизкейкімізді формадан осылай кішкене бір жүгізіп ажыратып аламыз. Видео рецепт түсіру мақсатында менде асығыс болғандықтан мен толық суымастан чизкейкті бірден орнынан қозғап алып, осылай түсірудемін. Сол себептен кішкене жарылып кетті, байқасаңыздар. Толықтай суытсаңыз, мұндай жарылу мүлдем болмайды. Қалауыңыз бойынша малина, клубника, тағы басқа жидектерден осындай конфи қайнатып, немесе джем қайнатып, үстінен құйсаңыз болады. Онда сізде жеміс-жидекті чизкейк пайда болады. Мен алдын ала әртүрлі жидектен жасалған джемді қолданудамын. Осылай суыған чизкейктің үстінен осы джемімізді салып, толықтай бетіне біркелкі болғанша жағып шығамыз. Мұндай жидекті джем немесе конфидің орнына карамельді қолдансаңыз да болады. Онымен де дәмі керемет үйлеседі. Жасап көріңіз міндетті түрде. Келесі видеоларда түрлі тәттілердің, дәмді ыстық тағамдардың рецептерімен бөлісетін боламын. Жақсылықта жүздескенше.